Оқиға оңтүстіктегі шағын бір-бірімен тығыз байланысқан Либерти қалашағында басталады. Бұл қаланы ақ нәсілді үстемдік идеясын қолдайтын банда бүлдіріп, тыныштығын бұзып жатыр. Біз шіркеуде жас ұлымен бірге тұрған қасиетті қызметкер Лютер Фелпсті көреміз. Бала әкесіне газеттегі тақырыпты көрсетеді. Онда пастордың нәсілдік бөлінушілік пен өшпенділікке қарсы тұрған үшін мақталғаны жазылған. Көп ұзамай мектеп автобусы келіп, баланы алып кетеді. Автобус жүргізушісі де пастордың жақсы ісін мақтайды. Біз сенің жетістігіңді қазірдің өзінде мақтан тұтамыз, Реф. Өте мақтанамыз. Жүр, Лютер, кел дейді. Біраз уақыттан кейін нео-нацистердің қатыгез тобы пасторды ұрлап әкетіп, оның шіркеуін өртеп жібереді. Топтың басшысы Донни Хансен пасторды олардың ісіне араласып, халық алдында әшкерелегені үшін айыптайды. Газетте былай делінген: Либертидегі баптист пасторы Лютер Фелпс жексенбі күні мінберден сөйлеп, нәсілдік төзімсіздікке қарсы шықты. Хансен мазақтап оқиды: бос сөз, мына жерін қараңдар. Мұнда арийлердің отанына өздерінің өшпенділікке толы идеясын тарату үшін келген радикалдар деп жазылған дейді. Фелпс оларды жердің дерті деп атапты. Дерт дей ме? Ойбай, қасиетті әкей қатты сөздер екен дейді. Бейсбол ойнағансың ба деп сұрайды ол. Хансен пасторды аяусыз азаптайды. Нужно всем. И оно не нужно никому. Бог не судит о нас. Сосын кешіргендей болып, оны босататын айтады. Пастор артына бұрылып кеткенде, Хансен бейсбол таяғымен соғып, оны сол жерде өлтіреді. Оқиға Джорджия штатына ауысады. Онда жалғызбасты ана өз мейрамханасын ашуға тырысып жүр. Стресстен шаршаған ол, ұлы Такерге көмектеспеген үшін ашуланып кетеді. Маған сенің көмегің керек. Сен де осы отбасының мүшесің ғой дейді. Ол Такердің Донни Хансенмен араласып жүргеніне қатталаңдайды. Және ұлын отбасы алдындағы міндеттерін елеметтеп айыптайды. Бірақ Такер қарсы шығып, мен өмір бойы бургер аударып тұрғым келмейді дейді. Ашуланған ол велосипедіне мініп кетіп қалады. Ақ нәсілді үстемдікшілер тобына ресми түрде қосылады. Ақ бауырларыңды ешқашан сатпа дейді. Я хочу вступить в ваши ряды. Осы кезде зейнетке шыққан жекпе-жек өнерінің ұстазы Томми Ли әкесіне қонаққа бару үшін Либереттиге жол тартады. Қалаға кірген кезде үстемдікшілер тобы оның көлігін қапталына соғып, дөңгелегін жарып жібереді. Басқа амал қалмаған соң Томми жақын маңдағы дәмханаға жаяу барып, сергіп алып, жездесіне телефон шалмақ болады. Сол кезде Донни Хансен мен оның тобы келіп, дәмханадағы адамдарды қорқыта бастайды. Томми кофеге тапсырыс бергендей болып, қулықпен араласады да, бұзақылардың назарын аударып Джорджияны қорғайды. Хансен Томмидің атын мазақ етіп, оны көлігімен апарып тастауды ұсынады. Бірақ Томми сабырмен бас тартып, ешқандай төбелессіз кетіп қалады. У тебя проблемы, детка? Мне больно. Без своего оружия ты мне не соперник. Бірақ ол жолмен кетіп бара жатқанда шерифтің көлігі тоқтайды. Жаңа ғана болған қақтығыстан кейін Томми тағы бір қиындық болады деп ойлайды. Алайда көліктен түскен адам оның жездесі шериф Джек Беннинг болып шығады. Джектің үйінде Томми әпкесі Кармен қайта қауышады. Ол олардың пастор ұлы Лютер кіші баланы әкесі өлтіргеннен кейін өз қамқорлығын алған біледі. Сол кеште олар балмұздақ жеуге шығуға шешім қабылдап, бәрібір сәтке қалыпты көрінеді. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. Томми дүкен ішінде сатып алу жасап жатқанда, Донни Хансен неонацистік тобына қатысы бар бетперде киген скинхедтер Кармен балалар отырған көлікті қоршап алады. Олар терезелерді сындырып, нәсілшіл балағат сөздер айтып, отбасының қаладан кетуін талап етеді. Томми сыртқа жүгіріп шыққанда Хансеннің адамдары оны қоршап алады. Томми керемет шеберлікпен олардың бірнешеуін бірден құлатып, қалғандары қашып кетеді. Шериф Беннинг келгенде, ол отбасын қатты шошып кеткен күйде табады. Бірақ шабуылдаушылар бетперде кигендіктен, оларды заң жүзінде анықтау мүмкін емес деп, ешкімді тұтқындаудан бас тартады. Келесі күні Томми әпкесі Каренге және оның досы мектеп мұғалімі Марго Престонға көмектесу үшін қалалық жәрмеңкеде суға құлататын аттракционда клоун болып жұмыс істеуге келіседі. Сол жерде Марго Такерді және оның достарын балаларға нәсілшіл топтың үгіт парақтарын таратып жүрген байқайды. Ол олардан тоқтауды сұрағанда, бұзақылардың бірі Маргоға шапалақпен ұрады. Томми бірден аттракционнан секіріп шығып, олармен бетпе-бет келеді.
Қолында клоунның үлкен аяқ киімі мен ыңғайсыз костюм болса да, Томми жекпе-жек өнерінің көмегімен бұзақыларды жеңіп шығады. Бірақ Марго оны құтқарғанына риза болмай, керісінше оның күш қолданғанына ашуланады. Алайда біраз уақыттан кейін ол отбасының барбекю кешіне келіп кешірім сұрайды. Осыдан кейін екеуінің арасында романтикалық қарым-қатынас басталады. Осы кезде қалалық әкімдікте жиналыс өтіп жатады. Қала мэрі бір жер телімін бандаға сатуды талқылап жатыр. Өйткені олар өздерінің уақытша штабын тұрақты базаға айналдырмақ. Егер қарсылық болмаса, мен бұл ұсынысты кеңестің мақұлдауына ұсынам, дейді мэр. Сол кезде Марго сөз сұрайды. Кешіріңіз, мэр мырза. Менің айтарым бар. Көпшілігіміз Брайан мырзаның айтқандарын ұнатпаймыз. Бірақ оның пікір айту құқығын әрқашан құрметтеп келдік. Әргісі дұрыс дейді. Бірақ енді Брайан біздің жерімізді сатып алып, өшпенділіктің ескерткішін салмақшы. Ал меніңше бостандық сатылмайды, дейді. Марго мен Томми қалалық кеңесте жерді сатпауға көндіреді. Бұл шешімге ашуланған банда Томмиге шабуыл жасауға тырысады. Бірақ шериф араласып, оларды тоқтатады. Шериф Бенник бәрін заң арқылы шешкісі келеді. Алайда Томми нәсілдішілер заңды сыйламайтын түсінеді. Меніңше қарсы жақ сенің ережелерінен ойнап жатқан жоқ, дейді. Кейін Томми мен Марго кездесуге шығады. Бірақ олардың артынан біреулер аңдып жүрген білмейді. Томми жасырын түрде банданың штабын бақылауға кетеді. Ол жерде олар әскери жаттығулар өткізіп, өте қауіпті қаруларды жинап жатқан көреді. Тіпті олардың арасында аса жойқын миниган да бар. Бұл топ енді жай ғана жергілікті бұзақылар емес, нағыз әскери жасаққа айналып кеткен. Күтпеген жерде Томми қараңғы оқиғаның куәсі болады. Донни Хансон топтың формалды басшысы, уағызшы Брайанды өлтіріп тастайды. Брайан қақтығысты бәсеңдетуге тырысқан еді. Хансон топтың толық басшылығын өз қолына алып, адамдарға Томми мен Маргоны тауып өлтіруді бұйырады. Бір кезде банда Томмиді байқап қалады да, оған жан-жақтан шабуыл жасайды. Томми күзетшілерді жеңіп, мотоциклді ұрлап қашып кетеді. Ол Маргоның үйіне дер кезінде жетіп, оған жасалмақ болған шабуылдың алдын алады. Екеуі моторлы қайықпен қашып кетеді. Ал Хансонның адамдары жағаға кеш жетеді. Олар шерифтің үйіне келгенде Каррінің қатты соққыға жығылған көреді және балалардың ұрланған біледі. Ашуға булыққан шериф Бенник пен Томми енді ережемен ойнауды тоқтатуға шешім қабылдайды. Олар банданың қатты құрылған базасына басып кіріп, балаларды құтқаруға барады. Қатты атыс кезінде балалар құтқарылады, бірақ Беннингтің қолына оқ тиеді. Марго шериф пен балаларды мектеп автобусымен қауіпсіз жерге алып кетеді. Ал Томми Хансонмен жеке дара шайқасу үшін қалып қояды. Қатыгез жекпе-жектің соңында Томми Хансонды жеңеді. Бірақ оны өлтіруден бас тартады. Өйткені тағы бір өлім тек Хансонның өшпенділік идеясын күшейтетінін түсінеді. Томми кетіп бара жатқанда Хансон артынан мылтықпен көздейді. Сол сәтте Такер шындықты түсініп, өзі қосылған топтың қаншалықты қорқынышты екенін аңғарып, Хансонды атып өлтіреді. Басшысы өлген соң банда күйрейді. Осылайша Либерти қаласына ақыры тыныштық қайта оралады.